Келесі бізде жоғарғы мәзір. Бірінші кнопка ол full screen. Егер сіз full screen кнопкасын басатын болсаңыз, яғни Reaper сіздің экраныңыздың барлық аумағын алатын болады. Ал егер керісінше басатын болсаңыз, қайтадан бастапқы қалпына келтіреді. Ал енді full screen таңдайық. Келесі бізде render, яғни export проекті WAV-ға, немесе MP3-ға, немесе каналдар бойынша экспорттау. Оны келесі тәжірибеде көретін боламыз. Келесі кнопка ол mute. Мысалға, маған музыкант өзінің каналдарын сведениеге жіберетін болса, бірінші демо вариантын бір тыңдап, одан кейін бүкіл тректердің барлығын mute қылам, біртіндеп тыңдау үшін. Соған өзіме ыңғайлы кнопка жасап алдым, яғни mute all tracks, яғни бүкіл тректерді mute барысына өткіземіз. Ал егер бүкіл mute алып тастау үшін, бағанағы көрсеткендей unmute all tracks басамыз. Келесі бізде айтымның автоматизациясы. Мысалға, бір айтымды қиып алайық, уақытша қалаған жерімізге алып келейік. Айтымның үстіне бір басамыз, белгілеп алғаннан кейін волюмді басамыз, яғни бұл айтымның дыбыс қаттылығы немесе жайлылығына жауап беретін автоматизацияны көрсетеді. Соло тыңдайық тректі. Маған, мысалға, мына жердегі ауа жұтқаны ұнамай тұр. Оның дауысын басу үшін контролды баса отыра, мышканың сол жақ батырмасымен өзімізге керек нүктелерді қойып шығамыз. Және дауысын басамыз. Көріп отырғандарыңыздай, айтымның дауысын басқан кезде оның волнасы да өзгереді. Немесе жоғары көтергенде. Мысалға, басып қойдық. Кішкене ашайық. Жақсы. Келесі екінші нұсқасы, контролды баса отыра, мышканың сол жақ батырмасын бірге ұстай отыра, карандашның суретімен өзімізге керек картинаны салып шығамыз. Мысалға. Және сонымен қатар, мысалға, мен фразаның соңғы бөлігіндегі дауысын кішкене ашқым келеді. Мен бұл трюкті көптеген проекттерде қолданам. Жалғыз дауысқа қатысты емес, сэмплдерге қатысты, звукке де қатысты. Мысалға, мына жерде S қатты шығып тұр. Тек қана S-ның дауысын ғана басуға болады. Бастық. Керемет. Келесі мәзір ол панорамирование кнопкасы. Яғни тек қана айтымға қатысты. Бұл трек панелдегі панорамированиеге ешқандай қатысы жоқ. Тәжірибе жасап көрейік. Мысалға, Shift-ті баса отыра, мышканың сол жақ батырмасымен керек жеріне шейін әкеліп алайық. Және Alt, мышканың сол жақ батырмасы басамыз да қиып аламыз керек жерін. Қиып алғаннан кейін Ctrl-ды басамыз және мышканың сол жақ батырмасымен copy көшіреміз. Маған айтымдегі волнаның ең бірінші қатты шыққан жері керек. Оны алу үшін Shift-ті баса отыра, мышканың сол жақ батырмасымен бірге әкеліп қоюға болады. Немесе оңай жолы бар. Alt-ті басамыз. Alt-ті баса отыра, мышканың сол жақ батырмасымен айтымның ішіндегі волналарды жылытамыз. Қалаған волнаны қойып алуымызға болады. Маған бастапқы жері керек. Осыны қойып алғаннан кейін Ctrl-D-ді бассақ, қайталанады. Тағы да Ctrl+D. Енді барлық айтымды мышканың оң жақ бөлімімен белгілеп аламыз және панорамирование басамыз. Панорамирование басылғаннан кейін бізде автоматизация шығады және оның кейбір бөліктерін сол жаққа немесе оң жаққа жіберейік. Ал енді қорытындыны тыңдайық. Бұның барлығы негізі бізге креативный эффекттер береді. Уақытша қалдырайық. Сонымен қатар, жалғыз бұндайда емес. Мысалы, айтымға белгілеп тағы да панорамираны басып, Ctrl-ды баса отыра, мышканың сол жақ батырмасымен
қалағаныңызша өзімізге керекті сурет салуға болады. Тыңдап көрейік. Бұл кезде автовау эффектісін аламыз. Өте жақсы. Келесі кнопкамен жұмыс жасау үшін біз осы жасаған айтымды Ctrl арқылы мышканың сол жақ батырмасымен бос жерге көшіріп алайық. Яғни әлі Ctrl-ды жіберген жоқпыз. Жібереміз, көшірілді. Қарап отырсаңыздар, айтым әртүрлі. Яғни бұның барлық төрт айтымды бір айтымге біріктірейік. Ол үшін біз мышканың оң жақ батырмасымен айтымдардың барлығын белгілейік және Ctrl плюс G кнопкасын басамыз клавиатурадан. Бізде автоматикалық түрде бүкіл айтымдар тек қана бір айтымға келіп тоқталды, кірейленді. Келесі бізде автомизация, яғни ол pitch. Бұнымен біз тағы да креативне неше түрлі эффекттер жасауымызға болады. Мысалға көрейік. Айтымды белгілейміз. Үстіне барамыз да pitch кнопкасын басамыз. Бізде pitch кнопкасының автомизациясы шықты. Мысалға нүктені белгілеп, керек жерінен суретімізді саламыз және қорытындысын тыңдайық. Яғни бұл бізде tape stop эффектісін береді, немесе жоғары. Бұл да өте керемет креативне эффекттердің бірі. Келесі менде 3 кнопка бір-біріне жауап береді. Мысалы, әрқалай екі айтымды алайық. Егер біз барлық кнопкаларды сөндіретін болсақ, екінші айтым бірінші айтымның үстіне мінгесіп кетеді. Ал ондай жағдай болмау үшін таңдаймыз Show Text және Overlap таңдаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, бізде бір дорожкаде бір-бірінің үстіне мінген екі айтым бар. Және үшеу, төртеу қайталап қоя берулеріңізге болады. Тағы да бұл Reaper'дің қосымша үлкен бір плюс жері. Ctrl-Z, егер бір-біріне мінгескен кезде сізге автоматтық түрде fade on, fade in қосылу керек болса, яғни after crossfade disabled'ті enabled'ге ауыстырамыз. Тағы да мышканың сол жақ кнопкасымен қосамыз. Көріп отырғандарыңыздай fade in және fade out шықты. Айтымды fade in, fade out жасау үшін ол өте оңай. Бірінші, айтымның сол жақ жоғарғы бөлігіне барамыз, fade in жасаймыз. Қалағаныңызша fade out жасау үшін айтымның соңғы жоғарғы бөлігіне барамыз және fade out, fade in жасаймыз. Келесі айтымның fade in немесе fade out өзгерту үшін линияға алып барамыз және де fade inнің сурет шыққан кезде мышканың оң жақ батырмасын басамыз. Бұл жерде біздерде әртүрлі fade inнің суреттері шығады. Қалағаныңыз таңдайсыз, сол сияқты fade out'та да және оны жылжытуға болады, немесе өшіруге. Ол үшін fade inнің, fade out'ның немесе fade inнің үстіне барамыз, Alt-ты басып отыра, мышканың сол жақ батырмасын бір рет басамыз. Автоматтық түрде fade in өшеді. Немесе екінші нұсқасы ол оң жаққа ысырып fade out'ты немесе fade in'ді алып тастау. Келесі кнопка ол Last Touched FX параметрі. Біз бассақ, қазір ол жұмыс істемейді. Ол жұмыс істеу үшін, мысалға, қалаған бір плагинді ашайық. Мысалға мен OneNote ашайын. OneNote фильтрді инсертке салғаннан кейін, плагин инсертке түсті. Мысалға тыңдап көрейік. Ал мен осы кнопкаға автомизация жазғым келіп тұр. Ол үшін бір-екі рет қозғаймыз сол қалаған кнопкамызды және Last Touched FX параметрінің үстінен бір басамыз және автоматтық түрде бізге осы параметрдің автомизациясын көрсетеді. Бағана айтып өткендей, Ctrl-ды баса отыра, мышканың сол жақ батырмасын мен ұстай отыра сурет саламыз. Ал енді тыңдап көрейік. Әдемі. Ал плагиннің кнопкасы қалай жұмыс жасап жатыр, оны көрейік. Ол үшін инсертке барамыз, белгіленген плагиннің үстінен бір басамыз, немесе келесі оңай жолы клавиатурадағы бір санын басамыз, яғни бізде тұрған бірінші плагин. Ал егер плагинді жабу үшін X-ті басамыз, немесе қайта ашып Escape-ті басамыз. Егер сізде тағы да
2-3 плагин тұратын болса, дәл сол сияқты 1, 2, 3, 4, 5 сандарын басып, сол плагиндердің окносын ретімен ашуға болады. Жұмыс жасап тұр. Бұл кнопка тек қана жалғыз плагиндерге арналмаған, яғни сіз инструменттердің де кейбір кнопкаларына осындай автоматизация жаза аласыз. Келесі бізде видеоның экраны, яғни басамыз видео window. Бұл жерде ешқандай әзірге видео жоқ. Explorer'ға кіріп, бір видео файл алайық. Видео файлды проектке салғаннан кейін, оның видеосы көрінбейді. Мысалға, дауысын баса тұрайын өлеңнің. Видеоны көру үшін осы кнопканы басамыз, экранның суреті бар, телевизордың. Басқаннан кейін бізде автоматтық түрде видео ашылады. Яғни бұл видео файл және онымен қатар оның аудио файлы да бар. Бұл телевидение немесе концерттің звуктарын жөндегенде өте ыңғайлы. Remove tracks, керек емес тректі өшірейік. Келесі 5 кнопка ол сетканың нұсқалары. Бізде әзірге мысалға 1/8 тұрса, бір тактың ішінде 8 сетка бар. Оны үлкейтуге болады. 1/16, 1/32, 1/64, 1/112. Оны битмейкерлер немесе аранжировщиктер өздері түсініп отқан шығар. Келесі кнопка бізде машинаның суреті. Ол не үшін? Мысалға, егер мен қандай да бір битті немесе аранжировканы бітірсем, әрқашанда менде ол бит немесе аранжировка мысалы баланс арқылы тұрады, немесе панорамирование жасалып тұрады. Мысалы, көрсетейін мына жерде. Ал бүкіл тректі рендер жасау керексіз. Рендер жасаған кезде бүкіл панорамированиені және тректің дауысын нөлге әкелуіңіз керек. Оған көп уақыт құртпай, біртіндеп жасауға, мысалы, керек барлық тректерді таңдап аламыз және машинаның суретін басатын болсақ, автоматты түрде тректің фейдері және панорамирование нөлге әкеліп тоқталады. Келесі бізде тректі бояу. Мысалға, vocal chop трекін бояйтын болсақ, осы кнопканы басамыз. Өзіңізге ұнаған түсті таңдағанға шейін баса беруіңізге болады. Яғни бұл рандомны. Немесе сізге тек қана бір түс керек болатын болса, ыңғайлы. Онда Shift плюс C-ді басамыз. Shift плюс C-ді басқаннан кейін Color окносында қалаған түс таңдаймыз. Осы жерден немесе осы жерден. Және де оның қоюлығы. Окей. Таңдадық. Дәл сонымен қатар, мысалы, мына жерде елестетейік, бізде көптеген барабандар бар. Барабанның барлығын бір түске бояйық. Ол үшін, мысалы, ең бірінші барабанның бастапқы трегімен ең соңғы тректі Shift арқылы басып, мышканың сол жақ бөлігімен белгілеп аламыз, және Shift плюс C. Shift плюс C-ден, мысалы, барабандарды бояйық. Окей. Барлығы боялды. Мысалға, менде мынау эффект жасалған айтым. Тек қана осы айтымның түсін ғана бояғым келеді, ал қалған айтымдерге тегін келмейді. Ол үшін рандомнан тағы да түс таңдаймыз. Ол үшін айтым set to random colors таңдаймыз. Қалаған түсіңізге бояймыз. Өте ыңғайлы. Және тапты басамыз. Яғни бұл жерде тұрған белгіленген затты өшіру үшін. Қарап отырғандарыңыздай, еміні бір-ақ айтым боялды. Сонымен қатар басқа айтымды де бояуға болады. Келесі кнопка менде ол айтымды немесе MIDI файлды октава жоғары көтеру. Мысалы, мен осы айтымды октава жоғары көтерім келіп тұрмын. Ол үшін кнопкаға басамыз, тыңдаймыз. Керісінше төмен түсіруге болады. Қайта орнына келеді. Тағы да бір октава төмен түсірейік. Тағы да бір октава төмен түсірейік. Қалағанша октава түсіруге болады. Ал егер сіз тек қана октава емес, немесе жарты тонға, бір тон, бір жарым тонға көтеру үшін, ол үшін Shift-ті басамыз. Shift-ті басып отыра, клавиатурадан 0-ді басатын болсақ, ол плюс жарты тон. 2 рет басатын болсақ, плюс 2, яғни 1 тон. 3 рет басатын болсақ, 1,5 тон. Дәл сол сияқты Shift плюс 9-бен керісінше түсіреміз. 2, 1, 0, керісінше түсірейік тағы да.
Бұл өте ыңғайлы. Яғни сіз мысалы тек қана минуспен немесе вокалмен жұмыс істейтін болсаңыз, сізге жылдамырақ тональность түсіру керек болатын болса, shift plus 0, яғни ол жарты тонға көтереді, shift минус 9, яғни жарты тонға түсіреді. Осы горячий клавиштерді қолдана отыра, сіз тезірек жұмыс істей аласыз. Тағы да екінші вариант бар. Ол Waves-тің Sound Shifter Pitch плагині. Маған бірақ Reaper-дің тональность түсіру системасы жақсы. Неге? Өйткені ол жылдам және качество жағынан да көп аса құртылмайды. Келесі кнопка үшін мысалға бір файлды алайын, бір айтымды қалағанша созып алайын. Айтымды таңдағаннан кейін, егер сіз жүректің суретін басатын болсаңыз, сізде автоматикалық түрде сол каналда, таңдаған каналыңызда Melodyne ашылады. Ол үшін сізде Melodyne программасы қондырылуы болуы тиіс. Келесі Melodyne'ды өшіреміз. Келесі бізде ерінің суреті. Оны ашамыз. Бұл менде Revoice Pro қосымша программа, яғни дауыстардың даблдарын бірге жөндеу үшін. Келесі менде FabFilter Pro Q. Мен өткені көп қолданатын программалардың бірі. Мысалы мен қалаған трек панелдегі трек таңдаймын. Соған FabFilter Pro Q-дің үстінен бір басам, менде автоматтық түрде FabFilter Pro ашылады. Келесі менде компрессор. Бұл JS компрессор. Айтымның дауысын ашайық. Бізге келесі плагинде тәжірибе барысында анық көріну үшін айтымды белгілейміз және компты басамыз. Яғни менде бұл компрессор. Бұл бағана біз жазып алған Repack бөлімінің компрессоры. Бұл өте ыңғайлы жұмыс жасайды. Мысалы үстінен бір басамыз комп. Бірінші таңдайтынымыз, яғни Activate Envelopes және Show Envelopes бірге шығады. Осы жерден Атака, Release таңдауымызға болады. Ratio және Threshold пен төмен немесе жоғары түсіреміз. Көріп отырғаныңызда міне компрессор жасалды. Маған мысалы осы ыңғайлы. Келесі жабамыз, тыңдаймыз. Және де қосымша жұмыстар жасауға болады. Бағана біз айтып өткенде волюм автоматизациясы сияқты. Мысалы маған мына жерде хрустар қатты ұнамай тұр. Ctrl-ды баса отыра мышканың сол жақ батырмасымен бірге керек суретіміз саламыз. Осы жерде де сондай. Бұл өте ыңғайлы. Сол сияқты, егер компрессор деген мән берсеңіз, бұл жерде әншінің ауа жұтқандағы дыбысы қатты шығып тұр. Бағанаға істеген жолдарды қайталаймыз. Әдемі. Ctrl-Z-ті басында көрегенді. Өте қатты естіліп тұр. Қайтадан процесске апарамыз. Ctrl-Shift-Z біз жасаған. Өте керемет. Тректі өшірейік. Бізге керек емес.